Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні сахабаларға садақа беріңдер деген кезде Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху 7 килограмм 800 грамм алтын көтеріп келген екен. Омар радиаллаху анху Абдурахман ибн Ауф өлді деп жарсалады. Пайғамбар саллаллаху неге олай дедің дегенде, ол бала шағасын ештеңе қалдырған жоқ дейді. Абдурахман ибн Ауфтан сұраған кезде, Алланың елшісі, мен сізге осы жерге Алла жолында садақа етіп қанша алып келген болсам, соншаны Алланың алдында өзіме қалдырдым ғой дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдурахман ибн Ауфқа, Аллахым, егер ол топырақ қазса алтын табатындай береке бер оның дүниесіне деп дұға қылады. Сонда Абдурахман ибн Ауф қайтыс болған кезде, оның мүлкін бөлген кезде, ананы балтамен, балғамен алтынын бөлген кезде адамдардың қолдары мазғұл болып кетті дейді хадисте. Ол кісінің түйелерінің саны Тайып қаласы мен Мекке қаласының арасына алып жатты дейді. 80 шақырым жер сонда. Егер сіздің Абдурахман ибн Ауф сияқты дүниеңізге береке біткенін қаласаңыз, онда Абдурахман ибн Ауф сияқты жомарт болыңыз, садақа беріңіз. Мынандай 25 мұқтаж жанұяға берілетін Қазақстандағы керемет мұғжиза қорының жобасына атсалысыңыз, садақа беріп. Егер оған атсалсамайсыз ба, онда әр жексенбіде осы жерде асар болады, асарға келіп қатысыңыз. Егер асарға қатысамайсыз ба, онда дәл осы видеоға лайк басып, комментарий жазыңыз, бөлісіңіз. Неге? Себебі сіздің себебіңізден осы видеоны біреу көретін болса, міндетті түрде дәл осы жобаға атсалысқанның, садақа бергеннің жобасы сізге кемімей жазылады.